жанарларыңыз әрдайым нұр шашып, жүздеріңіз күндей күлімдеп жүрсін. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр берсін. Оқушыларыңыздың атынан сіздердің ең ізгі тілектеріңіздің орындалуын, сондай-ақ отбасыларыңызда әрқашан бейбітшілік, келісім, қуаныш пен жайлылық тілейміз. Дорогие учителя, от всего сердца хочу поздравить вас с Днем Учителя. Хочу пожелать вам здоровья, терпения и выдержки. Давая нам знания, вы прокладываете тропу в наше будущее. Мы вам за это очень благодарны. Будьте счастливы. Здравствуйте, дорогие учителя! Поздравляю вас с вашим праздником. В первую очередь хочу вам сказать спасибо за ваше понимание, заботу и усердие. Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения, достойных зарплат и хороших учеников. Құрметті ұстаздар, сіздерді келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге тек қана бар жақсылық тілеймін. Ұстаз деген жүректің батыры ғой, ұстаз деген сезімнің ақыны ғой, ұстаз деген мінездің күншуағы, ұстаз деген ұлылардың ұлысы. Сіздерге көп рахмет. Осы уақытқа дейін білім беріп, сусындатқандарың үшін шын жүректен құттықтаймын мерекелеріңізбен. Дорогие наши учителя, поздравляем вас с этим прекрасным днем. Желаю вам счастья, достойной зарплаты и хороших учеников, чтобы в вашей жизни были только радостные моменты. Поздравляю вас с этим прекрасным днем, с Днем Учителя. От всей души я поздравляю вас с профессиональным праздником, с Международным Днем Учителя. Этот праздник – замечательный повод выразить глубокое признание всем учителям. Ваша профессия очень многогранна. Вы даете знания, учите юное поколение новым наукам. В мире очень много информации, и чтобы охватить ее полностью, благодарим наших дорогих учителей. Дорогие учителя, поздравляем вас с вашим праздником. Желаю вам счастья, здоровья, а также сил и бодрости. Каждый проведенный вами урок – это маленькая жизнь, которая проходит на одном дыхании. В этот праздник я хочу вас поздравить и пожелать находиться на том педагогическом уровне, в котором вы находитесь. Құрметті ұстаздар, сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Ұстаз келер күннің ұстазы дегендей, сіздер балалардың дүниетаным мен өмірге деген көзқарасының иесіздер. Біздің бүгінгі жетістіктеріміз әліппені реттатқызып, қолға қалам ұстатқан ұстаздарымыздың арқасында. Ендеше алдағы ұрпақтың қандай адам болып өсетіні мұғалімдеріміздің бүгінгі еңбегінің жемісі болмақ.